Осы жылдың басты музыкалық марапаты EMA 2016 жақындап келеді. Бізді таңғажайып шоу мен отандық және шетелдік орындаушылардың ерекше өнері күтетін болады. Сондай-ақ жұлдыздар марапатқа ие болып, демеушілер сыйлықтарын таратпақшы. Жұлдыздардың аталмыш шараға қалай дайындалып жатқанын тек бізбен ғана білуге болады. Сіздермен бірге EMA күнделіктері және бүгінгі шығарылымның кейіпкері талантты әнші Адеми. Құстар, айтшы жырым, айтшы маған махаббат сыры. Жаздың басында Адеми EMA 2016 марапатына үздік орындаушы категориясында ұсынылған еді. Жанкерлерінің өкінішіне қарай әнші дауыс берудің нәтижесінде жартылай финалға өте алмай сайыстан шығып қалды. Алайда осыған бола әнші қайғыра қойған жоқ. Адеми, яғни Динара Каирова өз бағасын біледі. Ол жаңа толқын 2015 атты жас вокалистердің халықаралық байқауында Қазақстанның атын шығарып, екінші орын мен көрермен көзайымы сыйлықтарын иеленіп қайтқан болатын. Одан кейін әнші Құстар және С тобой әндеріне клип түсіріп, ол еңбегін көпшілік жылы қабылдады. Әр әнді өзім таңдаймын, яғни маған музыканы тыңдатқан кезде әннің не жайлы болу керектігін біліп тұрамын. Композитор біткеннің бәрі неге екенін белгісіз, маған тек лирикалық әндерді ғана ұсынып, мұны тек сен ғана орындай аласың деп жатады. Басқасын былай қойғанда, Адемидің репертуарында лирикалық әндер жетіп артылады. Әнші алдағы уақытта жарыққа шығатын туындыларының да махаббат пен өмірлік маңызы зор тақырыптарға арналатынын айтады. Қазіргі таңда үш әнім дайын. Оның бірін, яғни «Было или не было» деген әнді Ринат Гайсин жазған. Сосо Павлиашвилимен жазған «В моем сердце весна» әннің Ресей радиоларында жүріп жатқанына да біраз болды. Біз сол әнге клип түсірмекшіміз. Және «С тобой» деп аталатын әнім бар. Ол «Show must go» әніне аздап ұқсайды. Оны шығыс әуені мен заманауи стильдің қосындысынан туған шығарма деуге болады. Жаңа әндерден бөлек тыңдарман енді Адемидің дебютты альбомына да баға бере алады. Осы айтулы шараны әнші өзінің 30 жасқа толуына орайластырып өткізгелі жатыр. Енді 30 деген біраз жас қой, есеп беру керек дегендей. Жаңа толғын байқауынан кейін айтарлықтай ештеңе тындырмадым. Биыл кәсіби сахнада жүргеніме 20 жыл. Соған орай туған қала Мақтауда концерт бердім. Әрине Алматыда концерт берсем деген үлкен жоспарым бар. Бірақ әзірге оның қашан өтетінін білмеймін. Өзіміздің артистеріміздің концерттерін тамашалап отырып, олардікіне ұқсамайтын бірдеңе ойлап тапсам екен деп армандаймын. Адемидің өз тыңдармандарына деген ықыласы өте ерекше. Мәселен, Ақтаудағы жеке концертінің форматы көптеген көрермен үшін ерекше жағдай болды. Ешқандай жүргізуші, шоу бағдарлама мен биші атаулы болған жоқ. Көрермен тек Адеми мен сапалы музыкадан ғана ләззат алды. Ақтаудағы концертім 1,5 сағатқа созылды. Өзім жүргізуші болдым. Жанды дауыста өнер көрсеттім. Сахнада көп сөйлеп тұрып алмай, 1-2 сөзбен әндерімнің мағынасын түсіндіріп отырдым. Сондай-ақ монолог оқып жотемді айттым. Жалпы Лара Фабиан мен ән айтуды армандаймын. Неге екенін білмеймін, сол арманыма әйтеуір бір жететін сияқтымын. Бірақ оған уақыт керек. Айтпақшы дуэттерге келер болсақ, Динараның айтуынша жаңа толқын байқауынан оралған соң, оған бірлесіп жұмыс жасау туралы ұсыныстар бірінен соң бірі келіп түскен. Бикештің өзі де әйгілі әншілердің бір-екеуімен дуэт жазуды жоспарлап қойыпты. Алайда ол қыздар тобын бірден шетке ысырып тастады. Оның да өз себебі бар көрінеді. Шынымды айтсам, көптеген жандар маған неге Жанар Дұғаловамен немесе Славянский базардың жеңімпазы Димашпен бірге ән салмайсың деп жазып жатады. Мен мына нәрсені айтайын. Егер біздегі қыздардан құралған топтар ұсыныс тастаса, бірден бас тартам. Ешкімді ренжіткім келмейді. Енді бәрінің көңілінен шыға бермейсің ғой. Біреулер мені тыңдамайды, танымайтындар да бар. Менімен бірге ән айтудан бас тартатындар да табылады. Шынымды айтсам, қазақстандық жұлдыздармен дуэт жазу туралы ойланбаппын. Жаңа айтып өттім ғой. Елдің хаттарынан кейін Дұғаловамен немесе Димашпен ән айтсам бекен деген ойлар келіп жүр. Телназ Ахмадиевамен де бірге ән айтқан болар едім. Маған Жанар Дұғалова қатты ұнайды. Біз араласпасақ та оны әнші ретінде қатты құрметтеймін. Өйткені ол өз әндерін өзі жазады. Композитор болғандықтан басқаларға да ән жазып береді. Әндерден оның қолтаңбасын бірден танып қоюға болады.
Естеріңізге сала кетейік, Индира Елемес пен Дилназ Ахмадиевалар EMA марапатының үздік орындаушы номинациясында жартылай финалдың иегерлері. Олардан бөлек Мақпал Исабекова, Санда Жанар Дұғалова және Камшат Жолдыбаевалар бақ сынамақ. Айтпақшы, соңғылары бір кездері Баян Есентаева жетекшілік ететін Кешью тобының әншілері болған. Үздік қыздар тобы номинациясы жайлы сөз болғанда, адами көңілінен шықпайтын кейбір жайттарды тілге тиек етті. Вы знаете, я Шынымды айтсам, біздің қазақстандық герлс-бендтерді түсінбеймін, олардың жөні бөлек қой, ал қыздарды түсінбейді екенмін. Өзім де сондай топтардың құрамында болғанмын. Кастинг бойынша таңдағанда мені түрі келбетіме қарап таңдады. Томпақ қыз болғандықтан продюсерлер маған үнемі арықта дейтін. Мен оның қажеті қанша, дауысым маңызды емес пе деп шыр-пыр болатынмын. Сондықтан менде номинацияға ұсынылған қыздар ән айта ала ма екен деген сұрақ туындайды. Жоқ әлде олар жай ғана әндетіп билеп тұра бере ме екен? Осылай десе де, адами еліміздегі екі герлс-бендті құрметтейтінін айтты. сейчас такое время, когда Қазір екінің бірі өзін әнші санап әртіспін деп жатады. Мен қазіргі деңгейіме 20 жыл бойы жүріп келдім. Қыздар ұжымына келер болсақ, егер Кешьюдің ескі құрамы, яғни Айдана Меденова, Жанар Дұғаловалар болғанда, өз даусымды соларға берер едім. Аюмиді білемін, өте талантты қыздар. Бір алаңда олармен бірге өнер көрсеткенбіз. Кешью тобының қай құрамы болса да, EMA марапатына үздік қыздар тобы ретінде талай мәрте ұсынылып, марапаттың 5 жылдық тарихында 3 рет сыйлыққа ие болған еді. Ал үздік орындаушы номинациясында Адемидің ойынша не Айқын, не Али Оқапов жеңіске жетпек. Алишка и Ол әлемен Айқын. Олардың әрине жас айырмашылықтары, аудиториялары өзгешелеу. Оларды атап отырған себебім, екеуі де өз жұмыстарын білетін тәжірибелі әртістер. Бір орында тоқтап қалмай үнемі еңбектеніп жүреді. Ең бастысы сол емес пе? Қалғандары жаңадан қосылғандар ғой, қайдан білейік? Олар ертең марапатталған соң әнші болмаймыз, бизнесмен болғымыз келеді десе не болмақ? Одан да күні-түні тер төгіп жүрген әртістерді бағалау керек. это новенький. Осы тұста әнші Алдавай мен Ринго топтарының тәжірибесінде сөз етті. Өз уақытында аталмыш топтардың әншілері сахнаны басқаларға, яғни музыкалық емес жобаларға тастап кеткен еді. Адами қыздар арасындағы үздік орындаушы номинациясы жайлы да өз пікірін білдірді. Тек өнерге еңбегі сіңген әртістер ғана марапатқа лайықты дейді. Ал небәрі 1-2 клип қана түсірген жаңа әншілердің аталмыш номинацияда неғып жүргенін ол түсінбейді екен. Я задаюсь вопрос, за что? Менде не үшін деген сұрақ туындайды. Клип түсіргенің үшін бе? Жоқ әлде студияға барып 40 минут бойы ән жаздырғаның үшін бе? Мен ондайды түсінбеймін. Адами сайыстың екінші кезеңіне өтпей қалса да, EMA марапатының номинациясына ұсынылуға еңбегім сіңді дейді. Атақты соңғы орынға қойғанымен марапат алға ұмтылуға итермелейтін бірден бір себепкер дегенді жеткізді. Я в прошлом году не была номинирована. Былтыр номинацияға ұсынылмадым, бірақ ренжіген түгімде жоқ. Қайта жаңа толқын байқауына дайындалдым. Биыл марапатқа үміткер атануға еңбегім сіңді деп ойлаймын. Өйткені жаңа толқында менің арқамда біздің елімізді білді, талантты екенімізді білді. Нашу страну. Адемиде еуразиялық музыкалық марапаттың сыйлығын алу мүмкіндігі әлі де бар. Әнші үшін интернет таңдауы номинациясында дауыс беріңіздер. Музон ТВ сайтына кіріп өз таңдауларыңызды жасаңыздар. Уважаемые телезрители. Құрметті телекөрермендер, мен EMA 2016 музыкалық марапатында үздік орындаушы номинациясына ұсынылып отырмын. Сіздерден қолдау күтіп, мен үшін Музон ТВ сайтында дауыс берулеріңізді сұраймын. Ізгі ниетпен, Адеми. Люблю, ваша Адеми.